Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар, студенттер. Бүгінгі біздің абай әлеміне жасайтын алғашқы қадамымыз, зерделеу әлеміне бастайтын алғашқы қадамымыздың тақырыбы, яғни бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы абай шығармашылығындағы махаббат феномені деп аталады. Неге дәл осы тақырыптан бастап отырмыз? Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың өзегі қалай болады деген нәрсеге назарларыңызды аударғым келеді. Абайдың қазір мына қоғамда әртүрлі пікірлер, ой-таластарын туғызып жүрген осы бір екі ауыз сөзі бар. Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар дейді. Осыны қазір кейбір зерттеушілер бұл бос емес, дос, яғни махаббатсыз дүние дос, хайуанға оны қосыңдар деген мазмұнда алып жүр. Бірақ біз өзіміздің абай әлемін зерделей келе жасаған тоқтамымыз бұл жерде дос емес, бос болу керек. Өйткені абай негіздеген, абай зерделеген, абай көрсеткен махаббат деген дүние, оның бастауы қайдан, өзінің бастау бұлағы қайдан шығып жатыр деген нәрсені бүгін біз дәрісімізде айтамыз. Сол кезде дәл осы сөздің шын мәнінде дос емес, бос екеніне сіздер де ден қойып, сіздер де соны қолдайтындарыңызға сенемін. Ал егер әртүрлі пікірталастар туатын болса, оны тағы да бір-бірімізбен сөйлесе отырып, пікірлесе отырып көретін боламыз. Осы бүгінгі дәрісіміздің өзегіне алынған екінші бір үлкен тұжырым абайдың махаббаттың төлеуі махаббат деген сөзі. Ол қандай махаббат? Абай махаббат деп нені айтып отыр? Көбіміз түсінетіндей бұл тек қана қыз бен жігіттің арасындағы махаббат па, жоқ әлде бұл ана мен баланың арасындағы махаббат па, әлде бұл шындықта да ғұмырын бір-біріне арнаған, бір-біріне адал достардың арасындағы махаббат па, әлде одан бөлек нәрсе ме? Егер оның бәрін махаббат деп атасақ, онда сол махаббаттардың негізі, махаббаттардың тетігі, сол жаңағы біз айтып өткен махаббаттардың ең түпкі бастауы қайда жатыр дегенге бірлесе жауап іздейтін боламыз. Абайдың қара сөздерінің қай-қайсысын қарасақ та терең философиялық ойларға, өзгеше өрімдерге толы. Соның ішінде осы 27-ші қара сөзді қарайтын болсақ, мынадай сөз бар: ғажайып ақылды және ғажайыппен жасаған денеге кіргізіп, мұнша салихат ез қылғаны, хикметпен өзге хайуанға сұлтан қылғандық емес пе дейді. Біз әдетте осы адам баласының басқа тіршілік иелерінен ерекшелігі неде деген сұрақты қойып отырамын мен өздерің секілді студенттерге. Сонда еститін жауабым адамның ақылы ерекше, адамның ойлауы ерекше, адам өздігінен әрекет етеді деген мазмұндағы жауаптарды тыңдаймыз. Әрине ол дұрыс. Солардың барлығында ерекшелік, адамның өзіне тән ерекшелігін көрсететін рас. Бірақ осы қара сөзді оқып отырған кезде, әсіресе осы бүкіл қара сөздерінің, бүкіл абайдың философиясының жаңағы тереңіне енуге, абай әлеміне енуге кілт болып тұрған 38-ші қара сөз екенін ылғи да айтып жүрміз. Сол 38-ші қара сөзінде осының қырын сырын өзі ашып береді. Сонда сол қара сөзді оқып отырған адам, оның ішінде шындығында да абайдың көрсетіп отырған ерекшелігі ол біз ойлағаннан әлдеқайда бөлек екен. Абай адамның жаратылысы сол адамға деген жаратушының махаббатының белгісі дейді. Шындығында да басқа кез келген тіршілік иелеріне қарасаңыздар, егер соларға адамның ақылын салса, олар құсадан өлер деген сөзі бар. Шындығында да егер адамның ғажайып ақылын өзге салса, ол құсадан өлер. Неге? Өйткені сол ақыл ойлаған, ақыл армандаған, ақыл мақсат еткен дүниені жасауға оның жаратылысы ешқандай мүмкіндік бермейді. Төрт тағандаған, кәдімгі төрт аяғына сүйенген хайуанның шын мәнінде өзі үшін әрекет етуге, өздігінен әрекет етуге ешқандай мүмкіндік жоқ екенін көреміз. Сонда осы сөздегі айтылып тұрған
ғажайыппен жасаған дене деген қандай дене? Ол адамның аяғынан тік тұрып, басын көтеріп айналасына қарауы. Басқа хайуандар секілді дейді, басымен, тамағын басымен алғызбай, екі қолымен алғызып, сол жаңағы тапқан дүниесін, жейтін асын аузына қолымен апарып, оның иісін білетін мұрын, оның үстінде оның тазалығын қарап тұратын көз, оның үстінде адамның жүзіне әр көріп беретін, әр көзді терден сақтайтын мынау қас беруі. Міне осылардың барлығы адамның ғажайып дененің иесі екенін көрсетеді. Ал екінші жағынан дәл осындай ғажайып денені бергеннің өзі сол жаратушының мынау адамды салиқат иесі қылғаны, яғни бүкіл дүниеге, бүкіл хайуанға сұлтан қылғандығы емес пе дейді. Ендеше адам баласы сұлтан болмысты туынды екен. Сұлтан болмысты туынды деген, сұлтан деген кім? Сұлтан ең бірінші кезекте билеуші. Ол билеуші өзін, айналасындағы дүниенің барлығын, өзі үшін жаралған дүниенің барлығын билейтін, соның бәрін басқаратын адам деңгейіне көтерілу үшін ол ең бірінші өзін билеу керек. Өзін билеу деген өзінің санасын билеу керек, өзінің тілін билеу керек, өзінің мінезін билеу керек дегенге келіп саятын секілді осы тұжырымдардың негізі. Сондықтан да мынау сұлтан болмыс етіп жаратқаны ең бірінші Алланың бізге деген шексіз махаббат екен. Сондықтан да мынау махаббат сөзінің арғы жағындағы айтамыз ғой, кең мағынасындағы махаббат деген ол сол жаратушының махаббатынан басталып жатыр дейді. Ал енді сол ғажайып ақылды ғажайып денеге кіргізіп қана қоймай, осы 38-ші сөзінде айтады, біреу ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп жаратпағы да махаббат емес пе дейді. Олай болатын болса, махаббаттың төлеуі махаббат, ал талап ұғым деген махаббаттан шығады дейді. Шындығында да адамзат барлығына берілген екі үлкен мүмкіндік, екі үлкен сыйы бар жаратушының. Ол үлкен мүмкіндіктің бірі уақыт, біз оны өмір дейміз. Ал енді сол өмірге мәнді артатын, адамның өмірін өзі қалағандай етіп, өзі армандағандай етіп құруға мүмкіндік беретін екінші бір ұлы сый, ол тіл екені хақ. Сондықтан да Абай айтып тұрған осы ғажайып дене де, ғажайып ақыл да, ғажайып тіл де, ол адамның өзге тіршілік иелерінен тек қана ерекшелігін даралап қоюмен шектелмейді. Ол сонымен бірге әр адамның өзінің арғы жүрек түкпірінде соны терең түйсінуін қажет ететін қағидаларды осы қара сөзінде береді. Ол қара сөздердің құны да сонда деп білеміз. Өйткені егер адам болып қалу керек болса, жаңағы жаратушының өзі сүйіп жаратқан сұлтан болмысты туынды деңгейінде жететіндей адам болып қалу үшін адамшылықтың алды махаббат, ғаділет, сезім дейді. Абайдың осы жердегі айтып отырған махаббаты, яғни махаббаттың төлеуі махаббат, адамшылықтың алды махаббат деп отырғаны, яғни сені соншама махаббатпен жаратқан жаратушыға сен де сол махаббатпен жауап бер дегенді көрсетіп тұр ғой. Ендеше ол махаббат тек қана кейбіреуіміз түсінетіндей басты сәждеге қойып кешке дейін жаңағы құлдық ұру емес. Ол махаббат шындығында да егер сені сүйіп жаратқан жаратушының махаббатын сезіну, жүрекпен түйсіну, санамен сезіну, сезу ғана емес сезіну, яғни бәрін бойдан өткеру дегенге келіп саяды екен. Ендеше сол жаратушының сені махаббатпен жаратқаны қандай керемет бір ұғым қалыптастырды. Онда айналадағының барлығы сен үшін жаралған дүние, сені сүйгендіктен жаралған дүние деген сезінудің өзі адамға қаншама жауапкершілік жүктейді. Оның көңілін өсіріп қана қоймайды, оның айналасына жауапкершілікпен, үлкен жауапкершілікпен қарауын талап ететінін білесіздер. Сондықтан да енді бір нәрсеге назарларыңызды аударғым келеді. Сондай түсінік, сондай сезім, сондай жаңағы ең биік деңгейдегі танымды Абай ғылым деп атайды екен. Мына келесі сөзге қараңыздаршы, біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз дейді. Жаралып жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп дейді. Сонда Абайдың айтып отырған ғылымы
бүгін біз түйсініп жүрген теориялар, заңдылықтар, ережелер емес екен. Абайдың айтып отырған ғылымы дүниені тану сезімі екен. Яғни сезінуі, дүниені сезініп барып, соны түйсікпен тану, соны бойдан өткеру, міне ғылым дегеніміз осы дегенге тоқтайды ғұлама осы 45-ші сөзінде. Өйткені бұл Абай негіздеген махаббаттың мәнін ашу үшін мына бір өлеңге қайтадан бірден қойып қараңызшы. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан деп. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол деп, хақ жол осы деп әдет. Сонда Абайдың айтып отырған осы үш дүниесі Алла, адамзат және әділет. Міне, осы жерден шығатын ең үлкен түйін не? Бұл жерден шығатын үлкен түйін бүкіл адамзатты сені сүйсе, онда сенің айналаңдағы адамды да сол Алла махаббатпен жаратты дейді. Ендеше Алланың сүйгенін сен де сүй дейді. Міне, Абайдың осы жерде айтып отқан адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген оның интернационалистігінен шығып жатқан жоқ. Оның жаратушының адамды жаратқан заңдылығын соншалықты тереңдікпен пайымдаған байламдарының бір өлшемі деп айтуға болады. Шындығында да адамзаттың бәрін сүйетін адам кім? Ол ең бірінші өзін сүйетін адам. Ал өзін сүйген адам сол өзін махаббатпен жаратқан жаратушының, тағы да қайталап айтар едім, өзі үшін жаратқан, өзінің айналасы үшін, өзінің дұрыс өмір сүру үшін жаратқан нәрсенің бәрін сүю деп. Ал ол сүю қай кезде дұрыс болады? Егер адам барлық жерде ой таразысын, ақыл таразысын тең ұстаған жағдайда, әділет таразысын тең ұстаған жағдайда, яғни өзіне де әділ, айналасына да әділ болу арқылы адам сол махаббатын көрсетеді екен. Шындығында да адамның айналасындағы адамдармен байланысы, адамдармен қарым-қатынасы сол махаббатты түйсінуіне тікелей байланысты екен. Оны мына философтар ізгілікті қатынас деп те айтып жатады. Сол ізгіліктің бәрінің астарында тұрған махаббат екенін көрсетеді. Сондықтан да Абайдың қай шығармасын оқысаңыз да соның барлығында махаббат мені мұндалап тұрады. Абайдың кейде әртүрлі пікірлер туып жатады ғой. Абай өзі қазақты сүйді ме, неге сүйсе сонша жаңағы сынады, жанына батырып айтатындай сондай сөздерді айтты деп. Ал оның бәрі не? Оның бәрі тағы да сол махаббат. Сол өзін махаббатпен жаратқан жаратушының нығметін сезіне алмаған адамдардың, яғни өзіне берілген мүмкіндікті пайдалана алмаған адамдардың әрекетіне жаны ашып, қайтсем соларды бір оң жолға, түзу жолға салам деген үлкен тұлғаның ғана қолынан келетін дүние, тек үлкен тұлғаның ғана айта алатын сөзі деп қабылдар едік Абайдың сөзін. Мынаны қараңыздаршы, келесі сөзге назар аударыңыздар. Махаббат дейді, әуелі адамның адамдығы, ғақыл, ғылым деген нәрселермен бірге дейді. Яғни бағанағы айтып отырған ғылым дүниені түйсінуі, сезінуі болатын болса, соны ақылға орнықтырып, ақылмен басқа адамдармен байланыс жасау, адамның адамдық қасиеті дегеннің өзі де сол махаббат арқылы көрінеді екен. Махаббаттан адамның адамдығы көрінеді екен. Ал адамның адамдығы тағы да махаббаттан көрінеді. Яғни бұл таразының екі басында тұрған тең ұғым деп қарауға болады. Ал енді сол махаббаттың ұясы жүрек дегенді айтады Абай. Осы 17-ші сөзді сіздер мектептен бастап оқып келе жатсыздар. Ғылым, қайрат, жүрек үшеу айтыса келіп, ақыл, қайрат, жүрек үшеу айтыса келіп ғылымға жүгінеді ғой. Сонда ғылымның айтатын сөзі бар емес пе? Екеуіңнің де тізгінді жүрекке берсеңдер, онда мен сендерді қолдадым дейді. Ал егер екеуің оған бағынбайтын болсаңдар, онда мен жүректің сөзін сөйлеймін дейді. Сондағы жүрек деп айтып отырғаны ол махаббаттың сөзін сөйлеймін дегені. Осы қара сөзінде, осы дәл осы 17-ші сөзінде жүректі жан-жағынан ашып көрсетеді. Жүректің қасиетін, жүректің адамның бойындағы тек қана қан таратушы, тіршілік беруші ғана мүше емес, оның адамның адамдығын кәдімгі қалыпқа салатын, таразыны тең ұстайтын әділ дүние екенін көрсетеді. Сонда адам денесінің патшасы дей отырып, жүрекке берген анықтамасына қарасаңыздар,
қан тарататын жан мекені дейді. Яғни бойдағы жанның мекені жүректе дейді. Және басқаларға жанашырлыққа, көңілді оятуға түрткі болатын да осы жүрек дегенді айтады. Жүрек ұят сақтаушы дейді. Ұят деген иман, яғни иманның мекені, рақымның көзі дейді. Адамзатқа мейірім таратушы дейді, жамандықтан қорғаушы дейді. Ендеше махаббат бар жерде мейірім бар жерде жамандық жоламайды дегенді айтып отыр. Сондықтан да біздің мынау дәрісіміздің осы бастауындағы махаббат ұғымы ол жүрекпен тікелей байланысты екен. Сондықтан да бұл әңгімемізді ары қарай тағы да жалғастырамыз. Сондықтан бүгінгі біздің жаңағы сабақтың өзегіне алынған махаббаттың өтеуі махаббат, махаббаттың төлеуі махаббат дегеннің ең түпкі негізі барып, сол жүрекпен сүюге, жүрекпен әрекет етуге бәрімізді бастап тұрғаны хақ.